Конституция елдің тұрақты дамуы мен бейбіт өмірдің, қоғамдық келісім мен бірліктің басты шарты. Сондай қарым-қатынастың үлгісі ретінде қазақ елін әлемге танытқан Байқоңырды айтуға болады. Жұлдызды қалашық тұрғындары Конституция күнін сән салтанатпен атап өтті. Байқоңыр екі ел арасындағы достық қарым-қатынас пен іскерлік келісім көрініс тапқан қала. Әсем безендірілген сахна төріне алдымен қос елдің байрағы әкелініп, іс-шара рәміздерге құрмет көрсетуден басталды. Конституция ел азаматтарының еркіндігі мен құқығына, сот пен заң алдындағы теңдігіне кепілдік береді. Ата заңның арқасында саяси тұрақтылық сақталып, қоғамдық келісім нығайып келеді. 30 жылдық тарихы бар ата заңымыз халқымыздың айқын таңдауының жемісі, бірлігіміздің берік діңгегі, әділетті қоғам құру жолындағы басты құжаты. Іс-шараның ашылу салтанатында сөз алған Қазақстан Республикасы президентінің Байқоңыр кешеніндегі арнаулы өкілі тұрғындарды мерекемен құттықтап, Конституцияның азаматтық қоғамның дамуында алар орнына тоқталды. Негізгі заңымыз осы Конституциямыз. Оған Қазақстан тек қана осы 30 жыл бұрын емес, ғасырлар бойы келді. Қазақтың даласының өз заңдары болды. Олардың бәрі азаматтарымыздың құқықтарын, қағидаларын бекітіп, тыныс-тіршілік жасауға оның бәрін реттеп отырды. Қазірде біздің Конституциямыз негізгі бағыттары белгіленіп, бұндарымыздың құқықтарын бәрін толық пайдалануға мүмкіндік туғызып отыр. Барлықтарыңыз осы Конституциядан құтты болсын дегім келеді. Конституция – это не раз и навсегда застывшая форма, а живой организм. Конституция бұл жай ғана заңдар жиынтығы емес, ол мемлекет пен қоғам арасындағы келісім, бүкіл халықтық сенімнің көрінісі деп білем. Қазақстанның осыдан 30 жыл бұрын қабылдаған заңдар жиынтығы азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз еткен темірқазық құжатқа айналды. Баршаңызды Конституцияның 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Шара аясында қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Кәсіби міндетін адал атқарып, қоғам дамуына үлес қосып жүрген мамандар құрмет биігінен көрінді. Солардың бірі Байқоңыр қаласының прокуроры Меруерт Серік. Осы жақта қызмет атқарып жатқаныма 1 жылдан асты. Бүгін енді облыс әкімінің қолынан марапаттау алып жатырмыз. Конституциямыздың ата заңымыздың 30 жылдығына орай. Конституция біздің мемлекетіміздің ата заңы, еліміздің бірлігін, біздің мемлекетіміздің қалауы іргетасы деп те айтуға болады. Маңызы зор, жоғарғы деңгейдегі норма болды. Елімізді нығайтуға, екі ел арасында ынтымақтастықты нығайтуға жұмыс жасаймыз оны. Ал Гүлсара Тұяқова өмірге 6 перзент әкеліп тәрбиелеп отыр. 37 жастағы көп балалы ана мереке мезретінде күміс алқа иегері атанды. Үлкен жетістік деп ойлаймын. Өзіме баланы дүниеге әкелгеннен бұрын оны тәрбиелеп өсіру ең маңыздысы маған сол. Сондықтан да осы марапатымды алғаныма шын жүректен қуанып тұрмын. Және рахметімді айтамын. Осындай мерекеміз көп болса екен деймін. Қазақстан Республикасының 30 жылдық Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелік бас қосуда жұмысшы студенттер жасағының жұмысы да қорытындыланды. Жылдағы дәстүр бойынша ең үздік топ анықталып, жеңімпазға берілетін ауыспалы кубок табысталды. Бұл марапатқа Байқоңыр индустриалды техникумының студенттері лайық деп танылды. Уже второй год наше учебное заведение занимает звание лучшего студенческого отряда. Біз екінші жыл қатарынан үздік атандық. Қуаныштымыз. Командада 14 студент бар. Жыл басынан бері қаланы көгалдандыру, тазалық жұмыстарын жасадық. Бұл біз үшін тек қоғамдық жұмыс қана емес, достарымызбен бас қосатын алаңға айналды десек болады. Тіпті осында жүріп тұрақты жұмысқа орналасқан достарымыз бар. Алдағы уақытта қаланы көркейтуге өз үлесімізді қосатын боламыз. Салтанатты іс-шара соңында өңір өнерпаздары әннен шашу шашып, көрермендерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Мақсат Карыбай, Ержан Сүлейменов, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Байқоңыр қаласынан.